Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз 20-шы жаттығуды орындаймыз. Есептерді түсіну үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Бірінші есептен бастап шығарайық. Так, материалдың нүктенің қозғалыс теңдеуі берілген. Дененің массасы 2 кг и 2 секунд және 4 секундтағы импульстерін табу керек, және күшті табу керек екен. Так. Бірінші мына теңдеуден үдеуді және бастапқы жылдамдықты тауып аламыз. Жалпы теңдеуді жазайық. X тең x нолевой плюс v нолевой t плюс at квадрат бөлінген 2. Осы теңдеу. Енді бұл теңдеуде бізде мына теңдеуге сәйкестендіріп табамыз. Сонда v нолевой біздегі ол минус 8 метр секунд беріп тұр. Ал үдеуіміз a. Ол бізде мына формуладан қарайық. Мына жерде 4 болып тұр ғой. A бөлінген 2 болып тұр мына жерде. Сонда мынаның орында 8 бар деген сөз. 8-ді 2-ге бөлген кезінде 4 шығып тұр. Сонда 8 метр секунд квадрат деген сөз. Мына теңдеу арқылы таптық. Енді бізге 1 секундтағы және 2 секундтағы және 4 секундтағы импульстер табу керек. Жалпы импульстың формуласы V тең mv. Енді осы жердегі V1-ді табуымыз керек. То есть V1 бұл 2 секундтағысы. V-ның формуласын жазайық. Ол үшін V1 тең болады V нолевой қосу at. Осы формула арқылы жылдамдықтарды тауып отырамыз. Сонда бірінші V1-міз тең болады. V нолевой бізде минус 8-ге тең. Минус 8 метр секунд қосу A-мыз бізде 8-ге тең. Т ол 2, Т1 кезінде. Мына жерге 1 деп қоямыз. Мына жерде 1 болады. Сонда 2-ні көбейтеміз. Мына жерде 16, 8-ді азайтамыз. Бізде қалады 8 метр секунд. Енді осыны мына формулаға алып келеміз. P1-дің формуласы. Яғни импульстікі P1 тең болады. Масса 2 килограмм. Көбейтеміз 8 метр секундқа. Сонда 16 килограмм көбейту метр бөлінген секунд. Бұл бізде бірінші импульсіміз. Енді екінші импульсті табу үшін бізге екінші жылдамдық табуымыз керек. Яғни 4 секундтағы жылдамдықты. Ол үшін V2 тең болады. Формула қоямыз. Минус 8 метр секунд қосу 8 көбейту 4. Сонда тең болады 32 минус 8 24 метр секунд. Осы 24 метр секундты мына жерге алып келеміз. Бұның P2-ге сонда 2 килограммды көбейтеміз 24 метр секундқа. Сонда жауабы 48 килограмм көбейту метр бөлінген секунд қалады екен. Енді осы жақтан біз күшті табуымыз керек. F-тің формуласы m A-ға тең. F тең болады m бізде 2 килограмм. A-мыз бізде, яғни үдеуіміз 8 метр секунд квадрат. Сонда тең болады 16 ньютонға. Сонда жауаптары бізде бастапқы импульс 16, импульс 1 16, екінші импульс 48 және күш 16-ға тең. Екінші есепті шығарайық. Бізде массасы 60 кг адам 18 км/сағ жылдамдықпен жүгіріп келеді. Мына 18 км-ді метр секундқа айналдырамыз. Ол бізде 5 метр секундты береді екен. 5 метр секундты береді. 1 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 20 кг арбаға қарғып мінді дейді. Адам мінгеннен кейін арбаның жылдамдығы қандай? Яғни бастапқыда олардың формуласы былай болады. M1 V1 бұл соққы жаңағы мінгенге дейін, адам арбаға мінгенге дейін олар жеке-жеке қозғалады. M2 V2. Одан кейін мына жақ уже арбаның үстіне мінді. Сонда M1 плюс M2 екеуі үстіне мінгеннен кейін екеуінің салмақтары қосылады и жылдамдық V болады. Енді осыдан мынау V-ны табатын боламыз. V тең болады M1 V1 қосу M2 V2 бөлемін M1 плюс M2-ге. Сонда орындарына қояйық. V тең M1 бізде 60, көбейтеміз 5, қосамыз M2 20 кг, көбейтеміз 1-ге. Бөлеміз 60, қосу 20. Тең болады 320 бөлінген астында 80. 80 тең 4 метр секунд. Осы жылдамдықпен қозғалады. Ал енді үшінші есепті шығарамыз. Бізге массасы 60 грамм гранат 10 метр секунд жылдамдықпен ұшып 2-ге жарылады дейді. Соның бір бөлігі 72 км/сағатпен, екінші бөлігі 5 метр секундпен қозғалады екен. Енді бізге үлкен жарықшаның бөлігін массасын табуымыз керек. Үлкен жарықшаны мен M1 деп белгіледім. Оның жылдамдығы 72 км/сағат. Бұны метр секундқа айналдырғанда 20 метр секундты береді екен. Сонда бастапқыда ол бүтін болады.
600 грамм гранат, ол бізде 0,6 килограммды береді. Сонда М 0,6 килограмм гранат В нулевой жылдамдықпен қозғалды. Одан кейін барып ол екіге бөлінеді. Сонда екіге бөлінген кезінде оның массасы М1 болады, біріншісі В1 болады. Азайтамыз, өйткені біздегі осы кіші жарықтың бағыты қарама қарсы болып тұр, сол үшін оның алдына минус қойылады. Сонда М2 В2 болады. Енді осы жерде М2 бізде жоқ, сол үшін М2-ні былай жазсақ болады. М-нен жалпы гранаттың массасынан М1-ді азайтсақ М2 шығады, соны осының орнына қоямыз. Сонда М В нулевой тең болады М1 В1 азайту В2 М минус М2. Енді орындарына М1 0,6-ға тең, 0,6-ны көбейтеміз 10-ға тең М1 бізге табу керек. М1 көбейтеміз В1 бізде 20, азайтамыз В2 бізде 5 метрге тең, 5 метр секунд. Мынау 0,6 азайтамыз М2. М2 емес, М1. М1. Так, сонда ықшамдағанда мына жақ 6 тең болады 20 М1 азайту 3 плюс қосу 5 М1-ге. Енді М1-ді жақшаның мына бетіне шығаратын болсақ, 25 М1 минус қойылады тең минус 9 болады. 6-ны мына жаққа жібереміз, минус 6 мен 3 сонда қосылады. Сонда М1-міз тең болады 0,36 килограмм қалады екен. Килограмм. Бұл бізде граммға айналдыратын болсақ 360 граммды береді. Үй жұмысын бірінші есебін шығарайық. Денеге 10 секунд ішінде 4,9 ньютон күш әсер етеді. Егер күш әсерінің жылдамдығы 5 метр секундке өзгеретін болса, массаны табуымыз керек. Бұл жерде дене импульсы мен күш импульсын теңестіреміз. Яғни бірінші күш импульсы бұл бізде F көбейту Т-ға тең, дене импульсы МВ-ға тең. Осы екі теңдеуді теңестірсек, F көбейту Т тең болады МВ-ға. Осы жерде массаны табамыз. Бұл F көбейту Т бөлінген В-ға тең. Сонда 4,9 көбейтеміз 10-ға бөлеміз 5-ке. Сонда жауабы 9,8 килограммды береді екен. Екінші есепті шығарамыз. Яғни бізде 1 килограмм материал нүкте шеңбер бойымен 36 км/сағат жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады дейді. Енді периодтың 4/1 бөлігі, яғни бірінші жағдайда 4/1 бөлігі, екінші жағдайда жартысы, одан кейін бір периодта несін табуымыз керек, импульстың өзгерісін, дельта пиді табуымыз керек. Енді бірінші суретін салайық. Яғни былай шеңбер бойымен дене қозғалады дейді. Яғни 4/1 деген сөз, ол мына бөлігі деген сөз. Мына бөлікте П мына жерде 1 болса, мынау П2. Дельта П дегеніміз, ол П1 азайту П2 деген сөз. Мына жерде қарасақ, дельта П-мыз бізде мына бөлікте болады. Мына былай ашып жазатын болсақ, яғни бізде тік бұрышты 3 бұрыш шығады. Бұның мына жағы бізде П дельта П-ны береді екен. Сонда дельта П-ны табу үшін біз Пифагор теоремасымен табамыз. П1 десек, ол дельта П тең болады түбінің астында П1 квадрат азайту П2-нің квадраты. Қосу. Сонда бұл жерде бір дене болғандықтан олардың массалары тең болады, және де бір қалыпты қозғалғандықтан жылдамдықтары да тең болады екен. Сонда М1 М деп ала берсек болады. М В1 қосу М В2, яғни квадраттары осылардың квадраттары болады. Тең болады. Сонда тең ашып жазайын. 1 көбейту 10-ның квадраты қосу 1 көбейту 10-ның квадраты. Сонда тең болады түбірдің астында 200. Ол бізде 10, түбір асты 2. 2-нің түбір астысы бізде 14-ке тең. Сонда жоқ шамамен 1,4-ке тең. 10-ға көбейтесің 14-ке тең болады. Сонда килограмм метр бөлінген секундқа тең. Енді екінші жағдайда жартысы дейді. Жартысы дегенде, сонда ол бізде былай болады деген сөз. Яғни мына жерде мына центр болса, мынау П1 мына жақта, П2 мына жақта. Бұлардың жылдамдықтары былай кетеді деген сөз. Сонда бізде екі вектор. П1 былай, и П2 былай кетіп тұр. П2. Бұл жерде дельта П-мыз тең П1
азайту p2 болады. Бірақ бізде мына бағыттары әртүрлі болғандықтан p1 бізде мынаның алдында плюс қойып кетеді, плюс p2-ге. Өйткені бізде мына жағында минусы бар алдында. Минус пен минус плюс болып кетеді. Енді формуласын жазамыз. Дельта p тең болады p1 бізде m1, так, mv1 қосу mv2, сонда мынау v-лары тоже тең, яғни v1 мен бізде v2 тең. Сол үшін 2 mv деп алсақ болады. Яғни бұл бізде 2 көбейту 1 көбейту 10 деген сөз. Бұл 20 килограмм көбейту метр бөлінген секунд. Так, жауабы осы. Енді үшінші жағдайда бір не жасайды, то есть бір период табылатын болса, оны былай жазамыз. Былай шеңбер сызатын болсақ, мынау p1-іміз, яғни жылдамдық былай болса, p2-де жылдамдық осылай болады. Яғни p2 тоже осындай p1 мынау. Енді дельта p-іміз ол тең бағыттары бірдей, яғни p1-ден p2-ні азайтамыз деген сөз. Сонда екеуінің де мәндері бірдей, mv минус mv бұл бізде 0-ге тең. Жауабы осындай болады. Так, енді үшінші соңғы есепті шығарамыз. Бізге адам жерге қатысты тыныштықта тұрған арбадан 10 метр секунд жылдамдықпен секіріп түсті дейді. Яғни ол бастапқыда арбаның ішінде болды деген сөз. Сонда олардың жылдамдықтары 0-ге тең болады деген сөз. Яғни арбаның ішінде адам болса, значит олардың массалары қосылады деген сөз. Сонда m қосу m1 қосу m2 жылдамдықтары v деп алайық. Уже секірген кезінде массалары m1 v1 қосу m2 v2 болады екен. Сонда мына жақты біз 0 деп алатын болсақ, мына жер v бастапқы жылдамдық 0 болады. Сонда бізде m1 v1 мен m2 v2 тең деген сөз. Сонда осы жерден v2-ні табамыз. Бұл m1 v1 бөлінген m2-ге тең екен. Сонда 60 көбейту 10 бөлінген 100 тең болады 6 метр секунд.